Одан кейінгі хадисте Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Инна ахвафа ма ахафу алейкум аш-ширкул асғар ар-рия" деді. Сендерге ең қатты қорққан нәрсем ол кіші ширк, ол рия дейді. Бұл біріншіден Наби саллаллаху алейхи ва салламның осы үмбетке болған мейірімділігі. Ол мейірімділігі бізге ашық көрініп тұр. Бізге қатерлі болған нәрсенің ең қатерлісін бізге түсіндіріп, айтып, баяндап берген. Бұл пайғамбарлардың қасиеттері және олардың үмбетіне болған қамқорлықтарынан үмбеттеріне насихат қылып кетеді. Бәлкім Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, қай бір пайғамбар болатын болса, сол пайғамбар өзінің үмбетіне өзі білген жақсылықты көрсетіп, өзі білген жамандықтан ескертіп өтеді. Осы сол белгілерінің бірі. Наби саллаллаху алейхи ва саллам сендерге ең қатты қорққан нәрсем кіші ширк деп жатыр. Бұдан түсінеміз, ширк бағана айтқандай не? Үлкен және кіші болады. Үлкен ширк ол Аллах субханаху ва тааладан басқасына құлшылық қылу, Алладан басқасына тәуекел ету, Аллах субханаху ва тааладан басқасына сою, одан басқасынан үміт ету, Аллах субханаху ва тааладан басқа біреуді Алланы жақсы көргендей жақсы көру, соған ұқсаған әр түрлі құлшылықтар. Олардың барлығын Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзіне істеу керек адам. Кімде-кім солардың біреуін болса да Алладан басқасына атаса, ол үлкен ширкке жолыққан болады. Оменен адам діннен шығады. Дінде ешқандай ол амал менен қалмайды. Себебі ширк менен иман бір жүректе жиналмайды. Бұл үлкен ширк. Амма кіші ширкке келетін болсақ, ол кіші ширк, ол әрбір үлкен ширкке себеп болған нәрселер жалпы кіші ширк болып есептеледі. Бұл жерде Наби саллаллаху алейхи ва саллам ең қатты қорқатын нәрселерінің бірі сол кіші ширк деп, оған рия деп мысал келтіріп жатыр. Рия деген сөзіміз біздің тілде де рия деп айтылады. Ол біреудің көруіне, яғни не десе болады, біреудің көру үшін істеген іс. Яғни садақа бересің, біреу сені жомарт десін, намаз оқисың, бұл адам тақуа деп айтсын. Соған ұқсаған әр түрлі нәрселерді оны көз көрсінге істетеді. Екіншісі бар, оны сум'a деп айтылады. Ол біреу есту үшін. Сенің пәлен түген екеніңді адамдар естіп қойсын. Адамдардың құлағына жетіп барсын деген мақсатта. Екеуі де рияға кіреді. Біреулерге көрсету үшін істесең де, біреулер сені сонда екенін есту үшін істесең де, ол неге кіреді екен? Ол рияға кіреді. Рия бұл ең үлкен күнәлардан. Бәлкім кіші ширк үлкен күнәлардың ең үстінде тұрады. Себебі біз білеміз, үлкен күнә иесі Аллах субханаху ва тааланың қалауының астында болады. Егер ол қаласа кешіреді, қияметте егер тәуба қылмай өлетін болса, немесе оны өз әділдігімен азаптауы мүмкін. Амма кіші ширкке келетін болсақ, кейбір ғалымдар ол қияметте де кешірілмейді деп айтады. Ол анық тозаққа кіріп, өз ақсын алып шығуы керек деп айтады. Мәңгі қалмаса да. Бұл дәлел қылады, ол үлкен күнәлардың ішінде тұрған ең үлкендерінен болып есептеледі. Сол үшін рия бұл Наби саллаллаху алейхи ва саллам өзі ескерткендей ең қатерлі күнәлардан. Рияның амалға кіріп келуінің түрлері болады. Егер қай бір амал басынан бастап біреу көрсін немесе естісін деп істесең, амалдың барлығы бекер болады. Ол амалдың иесі өте қатерлі жағдайда. Себебі кіші ширк дегенде рияның азғантайы деп айтылады. Амма амалдың барлығы басқа біреу үшін болатын болса, бұл үлкен ширкке жетіп қалуы мүмкін. Адам діннен шығып кетуі мүмкін. Оның амалы да бекер болады. Және оның иесі де өте қатерлі жағдайда.
Ama ол bir адам bir істі Allah үшін бастады, бірақ сол істі істеп тұрған уақытында оған рия кіріп келді. Біреулер естілсін, немесе көрсін деген ой келді оған. Осындай ой келген уақытта ол адам оны айдаса, өз нәпсінен жүрекпен омен қарсылық қылса, ол амалға іштен кетпейді, әсер етпейді. Себебі әрбір адам оған шайтан не қылуы мүмкін? Осындай уасуастармен оны азғыруы мүмкін. Бұл амалға осындай жағдайда болатын болса, ол осы рияға қарсы күресетін болса, ол амалға әсер етпейді. Амма ол рия келген уақытта сол рияны жалғастырып, соменен амал бітетін болса, онда амалы бекер болады. Егер басынан ақырына шейін жалғасты амал болатын болса, намаз сияқты. Амма бөлек-бөлек амалдар болатын болса, қайбіріне кіргені бекер болады. Ол оған кірмесе бекер болмайды. Қалай ол? Мысал, бір адам 100 теңге садақа қылмақшы еді. Соны 10 теңгесін беріп жатқанда оған рия кірген. 10 теңгесі рия болып бекер болады. А мына жақта қалған 90 теңгесін басында садақа ниет қылған ғой. Бірақ бере жатқан уақытында 90-ына рия араласпаса, ол 90-ы не болады? Аман қалады. Оны бекер болады. Амма намаз сияқты басы мен ақыры бір түрлі болған бір амал болатын болса, оның барлығы бекер болады, егер сол рияны ол айдамаса. Үшінші кейбір жағдайлар болады, бір адам амал істегеннен кейін артынан біреу мақтаса. Оны ойламаған ол, оны үміттенбегенде, бірақ істеген ісіңнен кейін кейбір адамдар біліп сені мақтап қойды. Ол адамға әсер етпейді о нәрсе. Бәлкім бұл нәрсе осы дүниеде болған момынға болған бір жақсы хабар болып есептеледі. Сол үшін адам амалдан болатын нәтижені көру керек. Амалдың өзіне емес, бәлкім оның нәтижесін ойлау керек. Егер нәтижеде осы амалдан пайда болатын болса, демек сен иман иесінің амалын істедің. Сол амалдың нәтижесінде пайда болмаса, демек ол мұнафықтың амалы. Себебі мұнафық өзінің істеген амалында басқа біреуді көзін немесе басқа біреуінің құлағын ойлап істейді. Аллах субханаху ва таала айтады: "Ва иза қаму иля ссалати қаму кусала", олар намазға тұрса жалқауланып тұрады да, юрауна нас, адамдарға көрсету үшін істейді олар. Намаз оқыса да көрсету үшін істейді, садақа берсе де адамдарға көрсету үшін істейді. Аллазина хум юраун, Аллах субханаху ва таала айтады ғой: "Фавайлу лил мусаллин", намаз оқушыларға уайыл тозақы болсын. Аллазина хум ан салатихим сахун, намаздарын уақыттарын кешіктіріп, ақырғы уақыттарында әйтеуір тез оқып алады. Қораз дәнді шоқығандай тез Аллаху акбар, сами Аллаху лиман хамида, Аллаху акбар, әйтеуір күн батып қалмасын. Одан бұрын оқуға уақыты бар еді, бірақ бағанаға айтқандай 5 теңгесі немесе нәпсіне жағып тұрған ұйқысы оған жол бермеген еді. Қазір оқып аламын деп жатып, содан кейін тұрып, уақыты бітейін дегенде тез оқып қояды. Сол адам туралы мынау. Намазын кешігіп уақытынан шығарып жіберген адам емес бұл. Уақытынан шығарып жіберген адамдың мәселесінде екі сөз бар, білесіңдер. Кәпір болып кетеді деген ғалымдар да бар. Біліп тұрып уақытын шығарып жіберсе. Амма мынау аяттағы оған уайыл тозақы болсын ол намаз оқушыларға дегені, намазды уақытын біліп тұрып өзі кешіктіріп оқиды. Амма бір адам өзіне ие бола алмай ұйықтап қалса, немесе уақыт шығып кетіп жатқанын білмей қалған болса, сондай бір жағдайлар болып қалса, бұл аятқа кірмейді. Қастанып істейді.
Фавайлул мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун аллазина хум юраун. Және олар сол істі өзі кем, яғни өзі дұрыс істеп атқан жоқ. Және ол ішінен және рия қылады. Аллазина хум юраун. Мұнафықтардың сипаттары. Уаямнаун ал-маун. Әдетте адамдар арасында істетуі мүмкін болған нәрселерді бір-бірінен қызғанады. Үйіңде балтаң бар, үйіңде араң бар, көршілерің сұраса бермейсің. Балтан не шапса кебейіп қала ма бір жері? Не болады? Қонақ келіп қалған еді, 2-3 кесе қасық беріп тұрыңдар десе, қасықты жеп қоя ма олар, не істейді? Бермейді. Қызғанады. Сенен ақша сұрап атқан жоқ қой. Бір нәрсені істетіп қайттан береді. Солай ма? Соны қызғанады, бермейді. Әшейін бір мінездерді Алла субханала ва таала оған не деп жатыр? Уайл тозақы дайындап жатыр. Не үшін? Бұл сол адамның нәпсінің бұзық екеніне дәлел қылады. Өте төмен мінез иесі екеніне дәлел қылады. Сол үшін бұндай нәрселерден адам жағдай барынша сақтану керек.